беріп тігуімізді бастаймыз. Міне ендігі жұмыс осы оюдың қиғаш жерін бөлек моншақтармен тігеміз. Дәл сондай моншақтар, бірақ кішкене техникасы чуть-чуть кішкене бөлек болады, соны көрсеткім келіп тұр. Бұл жерде ұсақ бисер мен ұсақ жемчуг қолданылады. Чешский бисер золотистый, пайеткамыз манағы сол размерде и 4-тік жемчуг. Сосын матовый цвет золотистый бисер. Мына стеклянный прозрачный болса, мында матовый цвет алып тұрмын тағы да. Ол да переливать етіп әдемі түседі. Сондықтан сізге көрсеткім келіп тұр. Манағы көрсеткенім сияқты пайеткілерімді, керек заттарымды алдыма жинап аламын. Өйткені бисерді тіккен кезде мына материалдар бір-бірден қолданылатын болғасын, каждый ыдысты алып салып уақыт алмас үшін бір жерге жайып қоямын да, осылай бір-бірден түйреп алып шығатын қылып дайындап қоямын. Өзіңізге уақытыңызды үнемдеуге ыңғайлы болады. Міне мына жерде көріп тұрғаныңыздай пайеткеге қыстырылып кететін жерде пайеткісіз, жемчугсыз бір-екі бисер түсіріп жібереміз. Енді бұл жерде ою техникасын кішкене меңгергеннен кейін өзіңіздің көзіңіз танитын болады. Қай жерде пайетка қолдануға болады, қай жерде пайетка. Мына жерде қатты узкий жол болғасын, пайетка қолданса дүрбейіп кетеді. Сондықтан мен пайеткісіз бір-екі жол бисерді қолданып жібергім келіп тұр. Қазір міне 4 бисер алдым. Прозрачный стеклянный, бір матовый золотистый бисер алдым. Сонымен бір жол тігіп жіберіп тұрмын. Көріп тұрсыз ғой, өте узкий жол болғандықтан бұл жерге ешқандай жемчугті де, пайетканы де қолданып тұрған жоқпын. Енді үшінші бисерінен шығарып, үшінші бисерінің қапталынан шығып, тағы да бір сондай жіңішке моншақ өткізіп жіберіп тұрмын. Қазір қарап жіберіңіз міне. Дәл солай 4 бисер. Бір золотистый матовый бисерді алып, жіңішке жерлерді жауып жіберіп жатырмын. Ендігі жерлер уже кәдімгі полноценный оюдың жері болғасын, үшінші бисердің жанынан шығарасыз. Жіпті артында қарап қоясыз. Мен енді астарымен тігіп жатырмын. Негізінде тігілетін кәжекейдің астарын сіз тіккеніңіз жақсы болады. Бұл жерде енді дайын костюм болғасын. Астарын алуға келмейді. Міне 4 стеклянный, бір матовый, бір жемчуг, бір пайетканы өткізіп аласыз. 4 бисер, бір матовый, бір жемчуг, бір пайетка. И соның ана жемчугтың астына түсетіндей жеріне барып, қатты созып жіберсеңіз де жібі көрініп қалады. Жемчугтың жанына, жемчугтың басталатын жеріне барып түсірсеңіз, оюыңыз көтеріңкі әдемі түседі. 3D дейді ғой, 3D формат болып түседі сонда. Міне, тағы да солай. Тартыңқырап, бос болып салбырап кетпеу үшін қарап қойыңыз оюыңызды. 4 стеклянный бисер, бір матовый зеленый, золотистый, бір жемчуг 4-тік и бір пайетка. Осыларды саласыз, қайтадан оюдың шетіне барып, пайетканың жанынан шығарасыз. Сол кезде плотно әдемі шығады оюыңыз. Қарап қоясыз, қалай түсіп жатқан. И осындай қылдырып, жайлап, ары қарай кете бересіз. 1-2 рет тігіп үйренгеннен кейін өзіңіздің көз өлшеміңіз реттестіріп үйренесіз. Жемчуг, пайетка,
пайетканың жанынан оюдың сызығының қасынан шығасыз. Осылай ары қарай оюды кете бересіз. Стразный лентаның жанынан шығып ары қарай жүре бересіз. Енді осы домалақты тігіп болдық. Енді құлағын тігіп жібереміз. Оюдың құлағын шығару үшін сізге қазір көрсетемін. Бұл тағы бір техника. Екеуін қарама-қарсы көріп тұрсыз қалай тігіледі. Сондай ою шығару үшін екінші құлағын шығарайын деп жатырмыз. Бұған рис жемчуг керек, биконус золотистый прозрачный тас керек. Сосын матовый золотистый тас, матовый золотистый бисер, бір рисовый жемчуг, бір золотистый матовый бисер, бір биконус, және бір пайетка аламыз. Осыларды оюдың үстіне қиғаш түсіреміз. Сол кезде қиғаш түскесін әдемі болып түседі. Оюдың жанынан сызығына түсіріңіз. Міне осылай болып қисық болып түсу керек. Сосын екіншісін жанынан 1 мм, 2 мм жанынан шығарасыз. Негізінде жемчугтың жартысынан шығарсаңыз да болады. Қайтадан сол техника. Бір золотистый матовый бисер, бір жемчуг, бір золотистый бисер, бір биконус хрусталь, төрттік, бір пайетка. Тағы да пайетканың жанынан шығарасыз. Сол кезде осылай жайлап по цепочке кете береді. Шығып кеткен жерлері болса дұрыстап реттестіріп қоясыз. Жібіңізді қайтадан инеңізді шығарасыз. Көріп тұрғаныңыздай жемчугтың соңғы жағынан, жартысынан төменгі жағынан шығарып тұрмын. Рисовый жемчуг, бисер матовый, биконус хрусталь 4, пайетка. Қайтадан түстік. Енді кішкене арасын алшақтата бастайсыз, өйткені айналып әдемі болып түсу керек. Тағы да жанынан шығардық жіпті. Жібім кішкентай болып қалды. Уже жібім таусылғандықтан жібімді түйіп жатырмын. Артынан осылай келесі жіптің ізіне байлап 2-3 рет түйіндеп қойыңыз. Бұл самый ответственный момент, өйткені осы түйіндеген жеріңіз дұрыс түйінделмей қалса, хрустальдарыңыз шашылып кетеді оюыңыз. Сондықтан нық байлауға тырысыңыз.